Накунай, қалайсың? Привет. Мен ойнайсың ба? Ойнамаймын сенімен. Үстің кір ғой, албастыдай. Онда мені күшті қылып бояндырып берші. Иә, мен сені сұлу қылам. Ана какай болатсың ғой, тілің бәрі күл-күл. Сұлу болып жүр, иә? Қазір бастаймыз. Мынаны қарасай, менде күшті чемодан бар. Әдемі ма? Иә, әдемі. Достар, қазір Айшаға күшті макияж жасайтын боламыз. Оның түрі жаман болып келген ғой. Күл-күл болып кепті. Қойш, Накунай күл-күл қыздармен ойнамайды. Достар, қазір Айшаны күшті қылып әдемі қылып шығарайық, иә. Бірінші влажный аламыз да, ана бетіндегі күл-күлін сүртіп тастаймыз. Айша, сен енді мұрын шықма, иә? Мен мұрын шықмайтын болғам, мен жақсы қыз болғам. Қазір ең бірінші біз оның бетін жақсылап тазалап аламыз. Айша, сен менімен дос болғың келе ма? Иә. Мен өйткені ең жақсы қызбын, иә? Иә. Туй, бетіңде 5 батпан кір тұр ғой. Бір итті тойдырайын деп жүрсің ғой сен. Көшеде жүре бергесін ба, ойнап? Иә. Бәсе, үстін бәрі күл-күл. Ужас. Достар, қараңдар, бетін тазалап алдық. Мынаны қарасаңдар. Бетінің бәрі кір-кір ғой. Какай, бәқ. Енді саған мынандай тен жағамыз, жарай ма? Сені сұлу қылып шығаруымыз керек. Айтады ғой, кім жасап берді деп сосын. Ойбай, Накунай түк те жасай алмайды екен деп ойлап қалмасын тағы. Қазір әдемі боламыз. Сосын бәрі, Айша, сен қандай сұлусың деп айтады, иә? Иә. Осыны жағып мен сен бояндырғаннан кейін достарыңа бәріне барып мақтанмақ ма? Мен Накунай бояндырды, сұлу қылып бояндырды деп айт. Келесіде күнім айды ертіп кесей. Иә. Достар, қараңдар, әдемі өтір. Мен оған жылтырақ тен жақтым. Сол тен ашады Айшаны. Оған жарасады. Және бізде туш жағамыз. Туш жағамыз. Содан кейін ернін бояймыз, жылтырап әдемі болып тұру керек қой енді. Кішкене бұлай сүртіп жібереміз. Енді бұлай іште. Солай іште. Достар, Айша әдемі болып жатыр ма? Енді қасын кішкене бояймыз. Жай слегка бояу керек. Сонда Айшаға жарасады. Сұлу болып жатыр. Менің подружкам мен сияқты сұлу болып жүру керек қой. Достарға күшті болады. Бізді до конца көріңдер, жарай ма? Лайк басып тіркеліп алыңдар. Достар, енді бар ғой, оның шашын жақсылап тарап аламыз. Менімен бірге бешірге барса ят қой. Накунайдың досы түрі күл-күл мұрын болып ағып кеткен деп айтады ғой. Қазір шашын әдемі қылып тарлаймыз. Мен ақылдымын, мен достарыма көмектесем. Айша менің досым ғой. Айша, саған ұнап жатыр ма? Иә. Қазір түріңді айнаға көрмем ақыл. Бәрін жасап болғаннан кейін көресің. Сондай преображение жасаймыз, иә? Мен сондай сөзді білем. Ана, көріп ағам, ютубтан көріп ағам, мен сондайды. Әдемі болып жатыр. Достар, енді Айшаның шашына заколка тағып бастаймыз. Өйткені Айшаға сондай нәрсе жарасады ғой. Шашы жаңа кейін кезде дода болып кеткен. Ужас. Достар, қараңдар, бізде не бар? Ең бірінші шашына осындайды байлап аламыз. Қаншайым қылып шығарамыз ка Айшаны. Достар, қазір шашын бетіп аламыз да. Сосын өреміз. Бұлай өреміз. Әдем болып жатыр, иә?
Достар, көрдіңдер ма? Қазір Айшаға, айнаға өзің көріп, талып құламасын, мынау мен ба, мен емес па деп. Вау, достар, қараңдар. Айттым ғой мен күштімін деп, қараңдар. Айша әдемі болып жатыр, я. Қазір заколка тағатын боламыз. Не бізде осындай әдемі заколкаларымыз бар. Қараңдар. Менің көрдіңдер ма, достар, мен косметикамда қандай күшті заттар бар. Қазір әдемі қылып шығарамыз. Мен жақсымын, я? Я. Вау, достар, қараңдар. Айша, енді сен бардағыны менің әдемі көйлегімді киіп кел шифонерден. Бол тез. Мен сені осы жерде күте тұрам. Вау, біздің Айша әдемі болып кетті ғой. Көйлегіңіз қандай әдемі. Енді очки тағамыз, я? Достар, бізде мынандай екі түсті очки бар. Жасыл және розовый. Мына розовыйды кигізіп көреміз. Вау, достар, қараңдар. Жаңа ана уродка болып мұрын шығып кебеді ғой. Қарасаңдар, қандай красавица болып кетті. Вау, Айша тұрып айналышына жерде. Достар, көрдіңдер ма, қандай сұлу болып кетті. Мына Айшаны өстіп сұлу қылып шығардым, достар. Достар, біздің Айшаның образын қараңдар, андай жынды болып мұрын шығып келген ғой. Қазір сұлу болып кетті, я. Бізге лайк басып тіркеліп алыңдар. Ата біз ренжіп қаламыз, Айша екеуміз, я? Я. Достар, біз сендерді жақсы көреміз. Келесіде қандай видео түсірейік, комментарийға жазсаңдар. Жарай ма? Келесі кездескенше сау болыңдар.